жасанды интеллектке қарай бұрылдық деп айтсам болады. Дұрыс және бұрыс жағы бар. Әлі уақытта оған үйрену керек біріншіден. Мысалға біздің Егов, ол да бір өте цифрлық ұтымды құрал. Өйткені ең адамның өміріндегі құнды не? Уақыт қой. Ол үшін үш түрлі жұмыс атқару керек деп ойлаймын. Біріншіден шынында да заңды пісіру керек. Көбі қазір менсінбейді. Сынадан төбеден түсіргендерім әдемі. Иә, барлық Қазақстанда бізде қай жерден ұшырады, сол дронмен оны ұшырады не істейді. Бірақ өкінішке орай көбінесе біздің қолданатын эксплуатанттар білмейді, сондай заң бар екен. Заң бар ма осыны қорғайтын негізінде? Заң бар. Заң бар, иә? Заң бар. Ол күн сайын, әр сағат сайын несеп тұрады. Әлем бойынша жаңада. Бірақ біз бұны игеріп жатырмыз деп мен әлі айта алмаймын. Сондай қиындықтар бар. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз өзіміздің кезекті түсірілімімізді бастаймыз. Бүгінгі тақырып өзекті тақырыптардың бірі жасанды интеллект. Бүгінгі подкастта біз жасанды интеллекттің не және оның қалай жұмыс істейтінін және қазіргі әлемде оның қалай дамып жатқаны туралы және өзге де тақырыптарды талқылайтын боламыз. Бүгін бізде қонақта Геоскан Қазақстан компаниясының атқарушы директоры Қалымов Иса. Қош келдіңіз, Иса мырза. Және де Қазақстан мұнай сервистік компаниялар одағының төралқа төрағасы Рашид Жақсылықов. Рашид Хасенұлы, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Бүгінгі тақырып негізгі жасанды интеллект өзім жеке күткен тақырыптардың бірі деп айтсам болады. Ол тіпті дүние жүзінде емес, Қазақстанда да аса жақсы талқылаудың үстінде. Мысалға, президентіміздің өзі бұл тақырыпқа аса мән беріп жатыр. Соған орай Иса мырза, бүгін сізді қонаққа шақырып отырмыз. Бүгін мысалға жасанды интеллекттің қалай жұмыс істейтінін, оның не екенін мысалға көрермендерге түсіндіргіміз келіп отыр. Соған орай менің бірінші сұрағым, жасанды интеллект деген не? Сол туралы айтып бере аласыз ба түсінікті? Жасанды интеллект бұл қазіргі уақытта ақыл ойды адамның енгізілген технология. Ол арқылы біз программное обеспечение арқылы сол компьютер технологиямен қолданып адамның өмірін, жұмысын ыңғайлату жағына көмектесе алатын программа деп технология қазір уақытта санаймыз. Жасанды интеллект бізде қазір қалай дамып жатыр? Мысалға, дүние жүзінде өзімізде бізде мүмкіндік бар ма? Бұл қайтсам болады, бұл трендті алып кетуге. Бұл трендті сөзін шыны керек біз енді алдық деп айтуға болады Қазақстанда, себебі бізде цифрлық даму Қазақстан өте жақсы дамыған. Меніңше бір жағынан айту кішкене ыңғайлы, кішкене ыңғайсыз, себебі оның бәрі цифрлық даму бізде Қазақстанда ковидтің кезінде орын алған. Ковидтің кезінде көп цифрлық даму әлі күнге дейін жалғасып, жұмыс жасап, соның арқасында енді жасанды интеллектке осы қазіргі биылғы 3 жыл жақсы дамып жатыр. Рашид мырза, сіз осы көптеген шетелдерде көп боласыз. Соған орай дүние жүзінде бұл жасанды интеллекттің қалай дамып келе жатқанын айтып кете аласыз ба? Рахмет. Негізінде тәуелсіз Қазақстан өмірінде біздің мемлекет, оның ішінде бізде бір Қазақстан халқына және Қазақстанның географиялық орын алуына байланысты бір жақсы бір экономикалық өзіміздің формуланы таппай жүрдік. Әртүрлі бір өндіріс құрайық десек, өндіріс тиімсіз, халық саны аз, Қазақстан жаңағы Алматыдан өнген товар Қостанайға жеткенше бағасы көтеріліп кетеді деген әртүрлі мәселелер айтып жүрдік. Соның ішінде біз көбіне осы жастарымызды білімге қарай бет бұру, болашақ бағдарламасы, басқа да бағдарламалар арқылы шетелден білім алу, инженерлердің тобын қалыптастыру. Менің ойымша, қазіргі таңда осы жасанды интеллект Қазақстанның экономикалық болашағы деп қабылдар едім. Себебі қазір шынында да біз бүткіл мемлекеттік ресурсты, адами ресурсты, қаржылай ресурстың бәрін осыған бұратын болсақ, бұл жасанды интеллект бір адам алатын товар емес. Бұл кәдімгі қоғам пайдаланатын товар да. Қоғамның мысалы қазіргі таңда өте үлкен бөлігі пайдаланады. Мысалға Каспий банкінің ұсынып отырған цифрлық қызметтері. Қазір Қазақстанда пайдаланбайтын бала жоқ деп айтсақ болады. Үлкен болған. Сондықтан осындай бір үлкен мүмкіндікте біз елдің экономикалық болашағы және елдің даму прогресіне шамамыз келгенше жылдам пайдалануымыз керек. Бұл жерде жылдам деген сөзді әдейі айтып отырмын. Өйткені біз әлі талқылау болмаса зерттеу үстіндеміз. Бұл не пайда келген? Шетелде болып жүрміз. Қазіргі
атымыздың теріде кебе қойған жоқ. Испаниядан келдік. Біз үлкен 2-3 компанияны араладық. Сол жерде ірі компаниялар біріншіден өнген өнімнің құнын арзандату, екіншіден техникалық қауіпсіздік, адам өміріне зиян әкелетін тұстардың бәріне жасанды интеллектті қойған. Өйткені адам өмірі қымбат. Үшіншіден, ол технология қазіргі таңда ең ликвидный товар. Себебі біз адам баласы прогресстеміз. Бізге шынында да әрқашанда бір вызов керек та. Егер ол болмайтын болса, біз шынында да баяғы тас дәуіріне түсіп кетуіміз әбден ғажап емес. Бізге осындай бір бізді ғарышқа қарайтын, сүйрейтін ой, технология, даму прогресстері болатын болса, біз дами береміз. Бұл тоқтаған кезде біздің тіпті жер бетіндегі миссиямызды тоқтап қалуы мүмкін шығар деп ойлаймын да. Сондықтан бұлар бұны жітік түсінген. Мемлекеттің жасанды интеллекті дамудағы, жасанды интеллектпен айналысып жатқан топ, болмаса жеке дара адамдарға көрсеткен көмектермен және дамытуға ыңғайлы құралдары 4 деңгейде екен. Мен соған таң қалдым. Біріншіден, ол сол бағытына байланысты. Мысалы, ауыл шаруашылық па, ауыл шаруашылықтың төңірегінде жүрген кәсіпкерлер өздері дамытуға көмектеседі. Екінші, мемлекеттік тұрғыда. Үшінші, кез келген мемлекет бір экономикалық одақта. Ол Евроодақ, біздегі мысалы Евразиялық одақ деген сияқты, мысалы БРИКС құрылып жатыр, осы одақтың тоғын. Төртінші, ең кереметі, бізде 10 деген үлкен дүниежүзілік қауымдастық құралы бар, бүткіл мемлекеттер сол жерде өздерінің жаңа әртүрлі 10-нан да қаржы бөлінеді екен. Сол қаржының бәрін шамалар келгенше, жаңағы жасанды интеллектпен айналысып отырған адам ешқандай да қаржылай проблема көрмеу керек лабораториясын салу керек, оған жұмысты ұйымдастыру мәселесі басын қатырмау керек. Оның бүткіл өнері осы жасанды интеллектті дамытып, тиімді пайдалану. Қазіргі таңда осы Испанияда болған кезде көрдік, электромобильдердің аккумуляторын тұрған жерінде жаңарту, жаңа өмір беру. Оны ауыстырып, лақтырып тастап, қазір переработка жасап, қайттан өңдеп, қайттан бір жаңасын жоқ, тұрған жерінде қайттан өңдеп жібере салды. Міне, елдер осылай қарыштап кетті. Сондықтан бізде қазіргі таңда жасанды интеллектке қарай бұрылдық деп айтсам болады. Бірақ біз бұны игеріп жатырмыз деп мен әлі айта алмаймын. Өйткені қазіргі таңда осы студияда отырған адамдар бәріміз көшеге шығып, кішкене ғана бір блиц опрос жасайтын болсақ, естуім бар. Жақсы, бірақ өмірде ол қалай пайдаланып жатқан әлі шейін әлі түсініп жатқан жоқ. Мысалы, жаңа Исекең айтып жатыр ғой, бұрын мысалға біздің егов, ол да бір өте цифрлық ұтымды құрал болды біздің мемлекетке. Мысалы, қазір бұрынғы кезде қаншама 10 справканы алу үшін, анықтама қағаздарын алу үшін неше күн уақытың кетуші еді. Сен қанша жұмыстан сұранушы едің, оған баруың керек еді. Қазіргі таңда оның бәрін 10 минуттың ішінде аласың. Міне, бұл адамның өмірін құнды қылу. Өйткені ең адамның өміріндегі құнды не? Уақыт қой. Біз болмайтын заттың бәріне уақытымызды жоғалтата беретін болсақ, біз өзіміздің дамуға, өзіміздің дамуы арқылы қоғамның дамуына әкелетін үлесіміз 0. Сондықтан жасанды интеллект менің ойымша бұл тек қана біз талқылап, қызығушылық танытып, біреулердің бір аппетитін ашатын дүние емес, бұл мемлекеттік тұрғыда, мемлекеттің болашағы деп қарайтын үлкен бір даму деп ойлаймын. Рахмет. Өзім жеке мысалға жасанды интеллект туралы жиі сөйлескенде адамдармен көбісі жасанды интеллекттің қалай жұмыс істейтінін түсіне бермейді. Мысалға басқа бизнес партнерлермен сөйлескенде, мысалға жасанды интеллектте осы салада жұмыс істейтін адамдармен, олар көбінесе жасанды интеллектті қолдану үшін, немесе құру үшін база керек дейді. Яғни база данных. Осы жайлы сұрайын деген едім сізден. Мысалға бізде Қазақстанда базамыз қаншалықты дамыған және сапасы туралы қозғасақ? Біздің Қазақстанда өкінішке орай база қатты дамымаған. Бірақ база болмаса жасанды интеллект база бар. База бар. Жалпы база бар бізде Қазақстанда, ол қатты дамымаған. Себебі
көптеген әлі жұмыстар әлі жасалынып жатыр. Сол базаға соны қауіпсіздік жағынан, сосын актуалдық жағынан соны енгізуге, соны адамдар ыңғайлы жағынан қолдануға, солардың жұмыстардың бәрін кішкене біздің мамандарға әлі уақыт керек болып жатыр деп ойлаймыз. Жалпы проблемалар қандай қазір қиындықтар бар? Меніңше біріншіден бұл былай қараған доступность. То есть адамдар оған кіру үшін, оны қолдану үшін әлі уақытта оған үйрену керек біріншіден. Себебі бізде көптеген сайттар бар, көптеген бізде платформалар бар, соларға үйрену керек, түсіну керек, қалай кіру екен, қалай оны жұмыс жасап білу керек екен. Сосын соның ішінде айта кететінім, көптеген мысалы данныйлар ішіне енгізілген жаңартпаған. Яғни жаңа емес, яғни обновление жасалмаған, ескі, оны обновление, жаңарту жасайтын бөлек жұмыс. Сондықтан меніңше ол бір қиындықтардың бірі, сонымен әлі не істей алмайтынымыздың. Ол біріншіден. Екіншіден айта кететінім, қазір уақытта өте көп, мысалға мына хакерлық не бар дейді, атака бар дейді, соларға қатысты хакер болсын, басқа мошенниктер болсын, сонымен қолданатындар бізде қауіпсіздік жағынан мына IT система бойынша қауіпсіздік системасы дұрыс енгізу керек деп ойлаймыз. Заң бар ма осыны қорғайтын негізінде? Заң бар. Заң бар, Заң бар, бірақ сөздің шыны керек, біздің мамандарға әлі не керек? Опыт, білім, соны не істеу үшін, себебі дейтін жасанды интеллекттің қазір сол пайдасы бар, зияны да бар. Дұрыс және бұрыс жағы бар, соның жолдары. Оны не істеу үшін, меңгеру үшін ол күн сайын, әр сағат сайын не істеп тұрады, әлем бойынша жаңардады. Оны үйрену керек, оны актуалдық нелерін бәрін адам дейтін күн сайын не істеу керек, оқып, тексеріп, соған қарай бөлек бір сондай бір қиындықтар бар. Менің ойымша, дұрыс айтасыз. Жасанды интеллекттің пайдасы да бар, зияны да бар. Бірақ біз халыққа пайдасын көбірек көрсетуіміз керек. Ол үшін үш түрлі жұмыс атқару керек деп ойлаймын. Біріншіден шынында да заңды пісіру керек. Толық зерттеп дүние жүзіндегі қалай қорғайды мысалы. Бізде енді жылына бір әрқайсымыздың ақпаратымыз желіге 5-6 рет шығып кететін болды ғой, тіпті оған қарамайтын да болды. Бірақ оны жаңағы басқа арам пиғылдағы адамдар қалай пайдаланып жатқанын білмейміз, мысалы. Екінші заң толықтырған, екінші міндетті түрде менің ойымша бірден осы бір қаражат, жеңіл қаражат алу төңірегінде ғана дамытпай, жасанды интеллект. Күнделікті біз жеп жүрген нанымызды жылдам пісіретін, болмаса дәмді пісіретін бір осындай бір қарапайым заттардан бастайтын болсақ, мысалы, отырдық мысалға, мынаны қайнату үшін мысалы қанша электроэнергия керек, мысалы, келдік қоя салдық, мына су қайнап кетті. Болмаса жаңа адам денсаулығына пайдаланатын бізде тәжірибемізде болды ғой, студенттер, Назарбаев университеті мысалға. Қазір бір телескоп ойлап тауып жатыр екен, ол ойлап тапқан. Қазіргі таңда рак ауруының мысалы сонда телескоп арқылы 100%-тен 10% көре алады екен олар. Қазіргі бар мүмкіндік. Анау біздің қазақ бала оны ойлап отырған. 90% ашады. Міне осындай адам баласының күнделікті тұтынатын, денсаулығына пайда әкелетін тұстарда біз егер көбірек пайдаланатын болсақ, сол кезде бізде мысалға жасанды интеллектке деген құрмет пайда болады. Бізде қазіргі таңда жасанды интеллекттің дамымай отырған бірде-бір себебі осы мошенниктер көп пайдаланып, бәрі ойлап отыр, баратын болсақ жаңа. Одан кейін жаңағы ақпаратта да бір көп тарап кетті. Жасанды интеллект қара жұмыстағы адамдардың бәрін босатады. Ол бақыт емес па? Мысалы, қара жұмыс істеп сен кешке шейін жұмысың жоғалтқанша орында ойлы. Бір рухани, болмаса тіпті технологиялық тұрғыда бір керемет ой әкелетін жұмысқа ауыссашы. Жаңағы сен Алла тағала өмірді саған жаңағы кешке шейін жаңағы қар күреп бермеген шығар енді. Мал бақ деп бермеңіз, қазір малшылардың өзі атты да пайдаланмайтын болды. Дрондар бар, сол дрондармен қайрат, иттері бар дрон мысалы, оған тамақтың да керек жоқ. Мысалы, ол жаңағы тасымалдау мысалы, бізде тіпті малшылар жылдамырақ тиімді пайдаланып жатыр. Себебі уақыт үнем, басқа дүниелер үнем, сондықтан. Міне осындай біздің мемлекеттің экономикасына ыңғайлы тұстарын, көп дамыған тұстарына осы жасанды интеллектті батыл түрде, жылдам түрде кіргізетін болсақ, сол кезде халық өзі де оянар еді.
мынаның шынында да жаңағы біз біліп жатқандай емес екен ғой мысалға. Сондықтан одан кейін мемлекет тұрғыда шынында да үлкен телевидениялар тек қана осы мошенниктерді айта бермей кешкішін, анау алдап кетті, мынау. Енді алданып қалса өзінің білімсіздігі да. Егер халқың білімсіз болса, онда жауапты кім? Міндетті түрде мемлекет. Заң түрінде қорғай алмадың, ақпарат түрінде дер уақытында жеткізе алмадың. Осы екі жұмыс істемегеннен кейін оны кешке шейін көрсетудің қажеті қанша? Одан да біз жаңағындай ұтымды тұстарын көрсетейікші. Неге? Мысалға біз Грецияға барған кезде, қазір енді бізде енді отыр. Осы 19 жыл болған ковидтің алдында. Сонда жаңа каскілерінде чип тұр әр жұмысшының. Жүрген шақырымы, қай жерге барды, жүрегінің соғысы, сатурация демалып жатқан, давление, тіпті жаңағы адамның бойындағы энергияның төмендеу көтерілу бәрін қарап отыр. Тіпті анау жаңағы уже қауіпсіз шекарадан өтіп кеткен кезде оны кәдімгідей тоқтатады өздері. Сигнал береді, ұрады, тық-тық, оны тоқтайды, болды, отырады. Ол бір қызығы бұл бір мемлекеттік университеттер, болмаса мемлекеттік лабораториялар емес. Бұл жай шағын кәсіпорындар. Жай шағын кәсіпорындар кәдімгідей нетіп жатқан. Айдала, су апарамайсың, тоқ апарамайсың. Сол жерде жаңағы күн батареяларын пайдалану. Толыққанды мысалы. Осындай тұста мысалы, шынында да бізде Қазақстанда қазіргі таңда электроэнергия, мен кей кезде ойланам, электроэнергия өте үлкен проблема болып келе жатыр. Мысалы, күннен күнге дефицит күшейіп келе жатыр бізде. Өйткені халық саны көбейіп келе жатыр, бизнес көп ашылып жатыр. Одан кейін қазіргі таңда біздің пайдаланатын өмірде күнделікті тіршілігіміздегі дүниенің бәрі тоқ талап етеді. Сағатымыз да тоқ талап етеді. Бәрін. Енді оның сыртына біздің коммуникация, электроэнергиялық коммуникацияның бәрі кеңес өкіметтен қалып қалған. Потеря өте көп. Мысалға, мына басында Алматыда дейік, жаңағы 100% шыққан электроэнергия Қостанайға жеткенше қанша, 3,5 мың километрді қанша жоғалтады. Күннің бар, суығың бар, басқасы бар. Босқа өндірдік. Дәл осындай кезде, мысалға, неге бізде мысалға шағын электроэнергияны бір-біріне былай беретін жаңағы тоқсыз, сымсыз. Ондай технология уже бар екен. Тоқты былай береді, сен көрмейсің, сен тұрсың, тоқ өтіп жатыр сен. Қазір мысалға сөйлескен кезде дыбыс келіп жатыр ғой, ол тоқсыз келіп жатыр ғой, бұрынғыда телефон емес қой, проводпен бүйтіп келіп жатыр. Осы мысалға тоқты біздің Қазақстанда неге пайдаланбасқа деген? Неге осы бағытта мысалы мемлекет отырып, айналайындар, шында да осыны нетейік, осыған. Сондықтан біз жасанды интеллекттің мошенниктердің құрал ретінде емес, бұл адамзаттың прогресі және адамзаттың өмірінің сапасын арттыратын құрал ретінде шамамыз келгенше уағыздауымыз керек. Сосын кейін бизнесқа қарай бет бұруымыз керек. Өйткені әрқашанда мемлекеттік инициативадан гөрі жеке инициатива ұтымды. Өйткені жеке инициатива әр адамның бір арманы болғаннан кейін мемлекет арманға бет бұруы мүмкін біреудің. Бірақ жаппай деп айта алмаймын. Енді біреуіміздің арманымыз бар, ойымызға келді, жаңағы мысалы мына осыны іске асырамын деді. Біз өзіміздің тынымсыз еңбегімізбен өзіміздің біз түбінде жетуіміз мүмкін. Сондықтан көбіне кәсіпорындармен, ірі кәсіпорындармен өздерінің жұмыс құралы ретінде, ең бірінші техникалық қауіпсіздікте дамытудағы, екінші жаңағы өнген өнімінің құнын арзандатуда, үшінші сапасын көбейтуде. Осы тұрғыда пайдаланатын болса, мысалға, менің ойымша халық жаңағы жылы қабылдап, жылдам бет бұрады. Сосын кейін міндетті түрде білім базасын, егер бізде жоқ болатын болса, ол мамандар. Онда шында да ұялудың керек жоқ. Мысалға, қажет болса тіпті болашақ бағдарламасынан басқа бір бағдарлама ашу керек шығар. Мысалға, болашақ даму болмаса экономика. Альтернативный мүмкін. Тіпті, может быть, жасанды интеллекті алғашқы әскері дейміз бе? Білмеймін енді, әртүрлі формасы бар ғой. Бірақ дегенмен жаңа альтернатива деген өте ұтымды кетті Исеке. Болашақ шынында да бір ерке бала сияқты. Оның әкеп жатқан пайдасы көп, мен зияны жоқ деп айтамын. Әрине бір-екі
студенттің кей кезде жаңағы қырсығы бір құмалақ бір қарым майды шіртеді деген қазақта жақсы мақал бар ғой сол. Алатау ойбай бәрі пиво ішеді екен дейді, біреу пиво ішіп ұсталып қалса. Сол оқып пайдасын әкеліп жатқаны көп. бір жарым бар. Бірақ дегенменен болашақтың да жұмысын ұтымды, тиімді, сапасын арттыру үшін жаңағындай альтернативалық тұрғыда бір осы именно жасанды интеллектке бағытталған, мен ойымша, инженерлерді қалыптастырады, ойлау білетін. Біздегі ең құнды адам не? Біз құндылықтың бәрін жердің астына беріп қойдық. Ол мұнай, темір, алтын. Бірақ құндылықтың бәрі әрқайсымыздың мына шүйкедей басымызда жүрген кей кезде көңіл бөлмейміз. Бірақ оны ояту үшін, оны дамыту үшін әрине жақсы білімі платформа қажет. Соған байланысты Ислам мырза, білім жүйесі мысалға бізді мамандарды дайындайтын қазіргі кезде бар ма университеттер? Және ол қазір бұған дайындық қалай? Үкімет жағынан. Үкімет жағынан енді сөздің шыны керек, мен оны ешқандай комментировать ете алмаймын. Себебі дейтін жаңағы айтқандай жыл сайын, уақыт сайын көптеген өзгерістер жүріп жатыр. Қазір уақытта енді сондай мамандар дайындау үшін енді ең біріншіден енді ойға түсетін, ойға келетін бір идея, ой, бұл дейтін IT маманына, IT бағдарлама, IT біліміне оқу жағынан не істеу керек, енді көп мән бөлу керек. Енді көбінесе қазір өкінішке орай жаңа сіздің сөзіңізді жалғастырғанда білім жағына көбі қазір менсінбейді. Білім жағынан IT-ға баруға деген нәрселерді. Себебі көбі дейтін қазір уақытта мысалы инженерлік, технологиялық, басқа деген мамандыққа көп соған не істейді. Дәстүрлі мамандарға, Дәстүрлі мамандарға, себебі қазір олардың айтуы бойынша енді мұнай мен газ құдайға шүкір қазір бізде бар. Бірақ бар болғанның бәрі уақытша. Менің ойым, жеке ойым, ол бірнеше уақыттан кейін өзіміз байқамағандай сияқты мұнай мен газ бір күні бітеді. Енді жаңа деген жолға, бағытқа біз ұмтылу керекпіз. Соның ішінде жаңа айтқандай IT жағына, цифрлық жағына мамандыққа біз дейтін көптеген мән беру керекпіз, соған дейтін оқу керекпіз. Сол адамдарды менталитет жағынан кішкене ойларын өзгертіп, ақылын беріп, айтып, сондай мамандыққа түсу керек деген не істеу керек, енді көп бағыт болу керек. Енді не жүзінде мысалға соның ішінде қандай мысалы мамандық бар, қандай не бар, ол уже бізде адамға байланысты. Өкінішке орай бізде Қазақстан әлі дамымаған, даму керек. IT жағынан дейтін бізде тек қана бір бағыт университеттерде. Мысалы соның бәрі университетте емес, қазір уақытта сол мектептерде енгізу керек міндетті түрде. IT-дің бір бөлек бір сабақ ретінде айтып отқан жоқпын. Жалпы сондай бір темаларды неге мектептің нелеріне енгізіп, кітап енді енгізу енді бәрі айтуы мүмкін. Кітапқа енді бөлек қаражат керек дейтін, былай шығару жақсы. Кітап керек емес. Интерактивный доска бар, интернет бар. Соны неге мысалға электрондық кітап ретінде соны болмайды мысалы шығаруға. Соны жайлап мектептер үйретіп енгізу керек. Меніңше соны былай қарағанда тек қана қазіргі университеттерде емес, білім жоғары жерлерде. Біріншіден соны неден бастау керек, мектептерден бастау керек, соны жайлап уже мемлекет жағынан, сосын өзіміздің кәсіпкерлер жағынан, жастар жағынан бәрі жайлап дамиды. Мен бір Исекеңнің ойынан бір дәлел қосқым келіп отыр. Мектептегі жаңа бастау керек деген сөз өте ұтымды. Кеңес өкіметі дүниежүзілік экономикада үлкен өндіріс ошағы болды. Соның жаңағы формуласы қалай жетті деген кезде. Біз өзімізді кеңес өкіметінің кезінде мектепте оқыдық. Еңбек сабағы болады. Еңбек сабағында біз ағаш жонатын станок, үлкен жаңа темір жонатын станоктар, бәрінен трактордың тіпті двигателін, моторын ашып, шашып, кәдімгі ол жерде жаңағы болашақ слесарь, қазір енді таппай жатқан мамандар ғой, мысалы механизатор, енді ол кезде үлкен заводтардың жаңағы нелері, жұмысшылар уже мектеп барысында қалыптасып қояды. Ол ертең жаңағы мектеп бітірген кезде училищеде бір 6 ай, 7 ай ғана оқытатын болды. Сол кезде негізгі оқытатын техникалық қауіпсіздік. Одан кейін болды, ол дайын жұмысшы. Бірақ мектепте сол еңбек сабағы 4-ші класстан енеді,
ол кезде 10 жылдық оқу 10 классқа шейін 6 жылда кәдімгідей уже маман болып шығасың. Сол кезде кәдімгідей әртүрлі ағаштарды жонатынбыз, үстелдердің аяқтарын әдемілеп, жаңағы неше түрлі дүние жасайтынбыз. Мысалы темірде де сөйтіп жонып үйреніп дайым. Мен сондықтан жаңағы шынында да болашақта енді біз негізгі арманымыз Қазақстанды бір технология ордасы, интеллекттің хабы ретінде дамытқымыз келетін болса, міндетті түрде ертең мысалы кез келген тіпті Microsoft'тың өзі келіп осы жерден бір ферма ашам дейтін болса, ол Америкадан басқа жақтан маман әкелмейді ғой. Ол осы жердің ресурсын пайдалану керек. Осы жердегі тұрғылықты халықтың білімін, өзінің ақша табуына пайдалану керек. Егер ол ресурс жоқ болатын, сол қаяқтан келеді? Ол қайдан келеді? Сондықтан шынында да мектептегі оқушылар ол болашақ экономиканың, біздің мемлекеттің экономикасының үлкен ресурсы. Сіздер Геоскан Қазақстан компаниясы дрондар мен геосканерлер арқылы Қазақстанда толыққанды биг дейта, жаңа айтып кеткендей үлкен даны экожүйесін қалыптастырып келе жатқан компаниялардың бірі. Енді соған орай менің сұрағым, қазір дронмен дерек жинау процесі қалай жүріп жатыр? Себебі мен бұндай процесі бірінші рет естіп отырмын, дронмен жинауды. Сол туралы айтып кетсеңіз, бұл қаншалықты күрделі кезең, бұл ненің ақпаратын жинаватсыздар? Дрон арқылы сбор данных. Былай шу жүйестерді көріп жинай бересіз? Адамдарды да санайсыздар, Адамдарды санаймыз, объекттер, өндірістік объекттер, инфрақұрылым қатысты объекттер барлық бәрі дрон арқылы жинаймыз. Ақпаратты қайда бересіздер? Ақпаратты біз камерамен бәрін жинаймыз, камера арқылы, аэрофото түсірім арқылы соны түсіреміз. Соны түсіргеннен кейін біз өзіміздің мамандарымыз бар, өзіміздің бөлек компаниямызда фотограмметрия бөлімі, солар обработкамен айналысады, жаңа өңдеумен айналысады. Енді өңдеумен айналысқанда, енді өзіміз мамандар, білімді мамандар өзінің жақсы тәжірибелері қолмен жасайды. Қолмен жасаған программа арқылы жасайды. Сосын дейтін енгізілген программа, бұл мысалға өздерінің ішінде құралдары бар, сондай программамен. Екінші жағынан адамның қолы жетпейтін ішіндегі бір жұмыстарды несеу үшін, жаңарту үшін біз сол жерде жасанды интеллектті қосамыз. Менде бір сұрақ десек, мысалға неше квадратты бір дрон алынады, және сол мысалы көшелердің қиылысы бар ғой, мысалы қазір осы Түркістан көшесіменен қай жерге шейін алынады? Мына басы қанша? Неше? Бірнеше айта кететін, бұл дейтін биіктікке байланысты, камераға байланысты, биіктіктің беспилотник дрондар ұшатын биіктікке байланысты. Шектеу жоқ, камераға байланысты, мысалы квадрат метр санағанда 12 квадрат метрлік, 15, одан да көп 20 квадрат метрлік радиусты ала алады. Мысалы мына Астананың төбесінен неше дрон қойса толық көруге болады Астана? Полностью барлық Астананы несеу үшін олда да жаңағы дронмен... Ең мықты дрон, мысалы, ең мықты объектив. Ең мықты объектив 40-50 жетеді. Квадрат километр. Енді қараңыздар, мен неге бұл сұрақты қойып отырмын, неге итермелеп отырмын? Бізде жылына қанша сергек қойылады? Ол біріншіден эстетикалық тұрғыда өте адамға ауыр тиеді. Мысалы, шетелге барып келетініміз Вашингтонда, бүткіл Вашингтонда маған немерем сұрақ қойды, ата неғып мына вертолеттер тоқтамайды? Сол кездегі вертолеттер жаңағы бәрі өздері жаңағы түсіріп жүр. Оларды дәу ауыр. Енді әлі жеңілдеп алмай. Бүткіл Вашингтонда саусағыңызбен санап жүретін болсаңыз, көп болса бір 10 сергек көретін шығарсыз. Басқа жоқ. Себебі психологиялық тұрғыда, біз нені көрген сайын біз қадағалап отырған сияқты. Ең ауыр дүние жеке шекара туралы әңгіме айтамыз ғой. Личный граница ол жаңағы сенің егаңды басып кетуде емес. Личный граница сенің жаңағы ретсіз қадағалауда. Тіпті бір шайыңды қойып атқан кезде артынан қарап тұрса, айтасың, қарамаш құртын бітірейін деп. Мына жерде біздегі психоз, үлкен қаладағыларды психоздың ең ауыр формасына әкеліп жатқан және жылдам дамытып жатқан осы ретсіз камералар. Қазір мына жерге шығайық, мына жерде 50 адам тұрмаймыз, бірақ 100 камера тұрады. Сондықтан қандай өтімді шешім деймін да? Бір камераны, мысалы, бізде үнем, экономикалық тұрғыда үнемді. Бір камераның қызметіне қанша ақша төлейміз? Енді бүткіл камералардың данныйын жинап отырып, оны жаңағы сараптап, сорттау үшін қаншама адам пайдаланамыз, қаншама орталықтар бар, ол жерде мен
примерно білемін енді. Мына қабырғаның бәрі телевизорға толып тұр, мысалға, қарап отыр. Ол қанша деймін де жаңағы 50 дрон тұр, түсірді, бәрін көріп отыр, машинеңді де, адамыңды да. Осы жерде тағы бір айта кететін нәрсе, сіздің сөзіңізбен толықтай келісеміз. Бірақ тағы бір айта кететін қосымша нәрсе, бұл дрон дейтін беспилотниктер, олар аспанда ұшады, биіктікте ұшады. Биіктікте ұшқанымен бұл орысша айтқанда взрывоопасный оборудование дейді. Оны өкінішке орай қазіргі олар барлығы көбінесе батарея арқылы жұмыс жасайды. Егер технология болғанымен онымен бірдеме болып қалса, қандай бір случай, қандай бір жағдай, ол биіктіктен алты құлауы мүмкін, жарылуы мүмкін сондай. Сондықтан қауіпсіздік ережелерді, қауіпсіздік жағдайларды айтқанда қазіргі уақытта камералы қолдану, онда да бір пайдасы бар. Себебі камера дейтін дрондардың сапасымен, сосын бағасымен қарағаны ол арзан. Ол біріншіден. Екіншіден, беспилотниктер қолдану дейтін, енді камера жағынан білмеймін, енді қандай ереже, қандай заң бар. Беспилотниктер жағынан көптеген қазіргі не бар? Заң бар. Заң дейтін біз 2020 жыл, компаниямыз 2018-де құрылған, 2018-ден 2020-ға дейін бір кішкентай бір шектеулік бір ережемен жұмыс жасадық бәріміз. Бірақ 2020 жылдан бастап ковидтің уақытында акционерлік қоғам Қазақстан авиациялық әкімшілігі, авиационная администрация Қазақстан деген орган құрылды. Сол орган барлық авиациялық жұмысты, мысалы біздер беспилотник өзіміз авиацияға жатамыз, барлық авиациялық ұшақ болсын, самолеттар, вертолеттар, сол беспилотниктер, дрондардың бәрін қадағалайтын орган. Сол орган барлық жұмыстарды қадағалайды. Қай биіктікте ұшады, қандай мақсатпен ұшады, нені түсіреді, қандай мақсатпен түсіреді, соның бәрін қадағалайды. Оны жұмыс жасауға бастауға дейін біз міндетті түрде солардың нелерін алу керекпіз, рұқсаттарын алу керекпіз, лицензия, сертификаттарын алу керекпіз. Енді заң бойынша, ережелер бойынша, мына авиационық әкімшілік Қазақстанның органдарында біз не только былай айтқанда беспилотниктердің өздерінде сертификаттарды, рұқсаттарды алу керекпіз. Біз эксплуатант, оператор, беспилотниктердің пилоттардың өздері де соны не алу керек. Жаңағы документтерді алу керек. Мысалы, сөзін шыны керек, жай ғана қарапайым біздің блогер, дронмен қолданатын жастар. Олар көбінесе фото, видео үшін, блогинг үшін дрондарды ораға ұшады. Астанадан төбеден түсіргендер ме, әдемі? Иә, барлық Қазақстанда бізде қай жерден ұшырады, сол дронмен оны ұшырады, бірақ өкінішке орай көбінесе біздің қолданатын эксплуатанттар білмейді, сондай заң бар екен. Заң бойынша қысқаша айтатын, егер сондай беспилотник ұшырса, ұшырмайтын жерде, мысалы, әскери аумақтардың солардың үстімен ұшырса, мысалы, үлкен компания, ірі компаниялардың үстінде ұшырса, сондай жағдайлар болатса, оны ереже бойынша кімдердің, полициялардың құқығы бар, тоқтату, антидронмен, системасымен, мылтықпен ату, конфисковать етіп, мына кісіні бірінші рет штрафовать етеді. Министрлік жақта ұшыруға болмайды. Министрлік жақта, мысалға, Ақорда жақта барлық сигнал қай жерде бар, өздері байқайды, өздері қай жерде сигнал бар екен көріп тұрады, пункт управления арқылы. Егер сол жерден сигналдан асса, ол біріншіден құлайды, біріншіден, екіншіден соны қолданушының, эксплуатанттың несін тауып алады. Соған қарай айта кететінім, камера жағына қайтадан оралсақ, оның қандай ереже бар екен білмеймін, бірақ камераның бір несі, преимуществосы, плюсы үлкен, ол бір орында тұрады, бір бағытта бәрін түсіріп тұрады. А беспилотниктер олар бір орында тұрмайды. Олар 360 градустық немен барлық жерде түсіріп тұрады. Биіктікте болсын, төменде болсын, қолданылатын мобильный оборудование болған соң, олар анда ұшады, мында ұшады, оны несейді. Бірақ онымен постоянно адам қолданып тұру керек. Оны қолдану үшін ереже бар. Оның ережеге сай болу үшін, соны ережелерін бәрін жұмыс жасау үшін, сол ереже бойынша нелерді бөлу керек, мысалы, бағыттарды, маршруттарды бөлу. Мынаған кіру болады, мына территорияға. Мына территорияға кіру болмайды. Уже сұрақ қойылады. Шектеулік бар біздің беспилотниктері сондай жұмыс жасауға. Менде бір ой келіп отыр. Мысалға, қазір Есекең әңгімесінен дегенменен жаңа бастаманың бір тежеуі бюрократия, құжатты рәсімдеу. Өте бір ауыр зат. Енді жаңадан басталып жатқаннан кейін жаңа өзің зорға түсініп жатқан затты мына жақтан мемлекет тіпті одан сайын ауырлатып жатса, ол ауырлау. Біріншіден
екіншіден біз қазір дрондарды бір жеңіл түрін ғана пайдалануды ұсынып отырмыз. Жаңа мен неге болмайды, ол менің ойымда неге бір 50 ғана жүр, 40 мың жердегі қазір ақпарат сұрайтын болсақ, мен білмеймін қанша камера бар, оның бәрі қып-қызыл ақша ғой енді. Екіншіден негізінде халық жылдан пайдаланып, бұның бюрократиясын шектеу үшін, менің ойымша қазіргі таңда Астана қаласының, Алматы қаласының ең номер бірінші проблемасы пробка. Қазіргі таңда неге біз бұларды жедел жәрдем ретінде пайдаланбаймыз? Неге осыны бастамайсыздар? Мысалы сіздер алғашқы үлкен осы ауа кеңістігін пайдаланудағы, адамзаттың жұмысын ыңғайланудағы, пайдаланудағы жұмысты бастағаннан кейін сіздерде қазір мына жұмыстың проблемасы бола берсін. Бірақ мына жұмыс ертең кіріскен кездеріңізде оның проблемасы одан да күшті болуы мүмкін. Өйткені оның үстінде уже ауру адам, 2-3 медсестра врачмен бірге болады, жүргізушімен. Мысалы, осының құжаттарын қазір біз дайындамайтын болсақ, біз 20 жылдан кейін тағы да жүреміз осы әңгімені. Сондықтан менің ойымша, тағы да әңгімеміздің басына ораламыз да, искусственный интеллекті халық қолдап, халық талап етіп үшін біз міне осыған пайдалануымыз керек. Мысалы, осы бағытта сіздерде бір бастама бар ма, жоқ идея бар ма, Исеке? Халық жағынан енді қазір уақытта өте қиын айтуға, себебі дейтін мындай бағытта жұмыс жасау дейтін қазір кішкене қиын. Себебі дейтін біздің халықтың біріншіден жаңа айтатын менталитеті басқаша, оны барлық енгізу үшін жоқ, енді оны дәмін татпай отыр. Мысалы сіз ертең ауру адамды қазір көбінде естіп жатамыз ғой, енді Алла берген ажал ғой, енді келді сол кезде ол қайтыс болды. Бірақ дегенменен біз оны үйтіп қабылдамаймыз ғой. Скорый 40 минут кешігіп келді, скорый 1 сағат кешігіп келді. Жаңағы полицейлер, мысалы, неге дронмен келіп жаңағы ұрыны көрдік, мысалы, хабар келді. Біреу пышақтайын деп жатыр. Дрон келді, ананы ұрды. Қазір атака жасайтын дрондар да бар ғой, мысалы, мысалы, неге осындай, мысалы, адам өзінің бірінші өміріне пайда әкелетінін сезетін болса, ол қабылдар еді. Қазіргі жаңағы айтып отырған біздің әңгіме дрондар қазір біз той төңірегінде ғана пайдаланып жатырмыз. Рас қой, оны біз ғылыми түрде пайдаланып жатқан жоқпыз. Оны бір технологиялық тұрғыда, бір экономикалық тұрғыда пайдаланып жатқан жоқпыз. Той төңірегінде пайдаланып жатырмыз. Сондықтан жаңағы бір тойға деген біздегі бір кішкене отрицательный ұғым бар ғой. Сондықтан мемлекет осы тұрғыда бір көбірек шектеу қойып жатқан шығар. Бірақ оның қаншалықты дронды пайдаланып отырған адамның да есі бар ғой. Ол дронды аспанға ұшырып, осыны өзінің экономикалық дамуына алып келді ме, ода ақыл бар адам. Ол технологияны зерттеді, оқыды, ол ретсіз барып жаңағы құлақ бағанша аспанда жаңағы айдай бермейді. Өліп бара жатқан түгілі жоқ. Батарейлар бар, ауыстырады, жібереді. Біздің де немерелеріміз жүр, ойнайды, дронмен түгі жоқ. Бірақ дегенменен қазіргі таңда біз осындай бір ұсақ проблемалар шешу үшін, Исеке, менің енді бір ұсынысым. Осындай ұсақ проблемалар шешу үшін біз ірі заттарға бет бұруымыз керек та. Сол кезде мына ұсақтарға көп көңіл бөлмей қалады. Өйткені біз мүмкін өзіміздің тұсымыздан да кәсіпкерлер ретінде дрондардың басқа да пайдасы бар екен. Оның пайдасы ұтымды екенін көрсете алмай отырған шығармыз. Мысалға қазіргі шында ең құрғанда бір пилотный проект ретінде, жоба ретінде бір 2-3 жедел жәрдем дрондарды әкелесің. Астананың нелер дворлары кейін қона алады, ол бір үлкен зат емес қой. Мысалы қазір көріп отырған Қытайда уже тіпті таксилер пайда болып жатыр. Жеке. Неден адам қашып жатыр? Түбінде бұл жаңа технологияның ең ұтымды тұсы бұл уақыт үнемдеудегі таптырмас технология ғой. Уақыт үнемдеудегі таптырмас технология. Енді ең құнды не? Ол біздің өміріміз. Біздің өміріміз неден тұрады? Ол бақыттан тұрмайды, байлықтан тұрмайды. Ол уақыттан тұрады. Біз қазір мысалға отырмыз, осында келдік, біз өмірі айналып келмейтін, екінші біз пайдаланылмайтын уақытымызды артқа қарай шегере салдық. Бірақ енді осы уақытты біз неге пробкаға беруіміз керек? Неге біз пробкаға беруіміз керек? 2 сағаттық, 3 сағаттық. Неге біз жаңағы ауруханадағы кезекке беруіміз керек? Сұрай берсең көпті жаңағы. Міне, осындай тұсқа қарай бет бұратын болсаңыздар, менің енді жаңағы. Біз енді шамамыз келгенше осы айдың аяғы, келесі айдың аяғы, Атырауда үлкен өзіміздің
одақпенен өзіміздің кәсіпкерлерге искусственный жасанды интеллекттің кәсіпорындағы пайдасы. Соның ішіндегі біз ең үлкен акцент қойып отырамыз техникалық қауіпсіздік қалай пайдаланамыз. Менің ойымда, жаңағы ұсынысымда. Жалпы техникалық қауіпсіздік жағынан сұрақты көтергенде, өзіміз енді жаңағы айтқанда органға байланыстымыз ғой, жаңа авиациялық әкімшілікке байланыстымыз, барлық сол жазылған. Жалпы сол орган дейтін жай ғана сөзбен айтқанда былай ғана шыққан жоқ, ол дейтін ұзақ жылдар бойы құрылысы келген, сосын 20 жыл құрылған органдардың бірі біздің Қазақстанда. Оның барлық документтерінің бойынша ішіндегі процедурасы олай халықаралық ИКАО деген авиациялық жағына организацияға не істейді, бағынады. Сол авиациялық халықаралық органға, организацияға осы не істеп байланысты болып, сондай жұмыстарды, сол техникалық қауіпсіздік жұмыстарын бәрі тоже процедура енгізілген. Біз сол жұмыс бойынша барлық жұмыстарымызды енді не істейміз, жасаймыз. Жаңа айтқандай беспилотниктардың бәрі взрывоопасный оборудование, сондайды біз сондай нәрсеге біз мән береміз. Енді жаңағы не айту бойынша жедел жәрдем мәселесі. Сөздің шыны керек, бізде содан басқа көптеген тағы әлеуметтік жерде барлық қалаларда Қазақстан бойынша мәселе талқылайтын, соны шешетін көп. Сөздің шыны керек тағы да жауаптар да көп оғанда. Бірақ мемлекетке сол инициатива бойынша нелерді көтергенде, теманы көтергенде, кейбіреулер айтады, қаражат жоқ дейді, кейбіреулер айтады, қаражат жетпейді, кейбіреулер айтады, жұмыста дейді. Әлі процесстан басталды. Бірақ мысалы біздің шешіміміз осындай нәрселерге жедел жәрдем жағынан кішкене қиындау болады. Мысалы дейтін, нелерді өткізу орын, беспилотниктарды жіберіп та, бір адам мысалға дейтін қаражат емес, мысалға дейтін бір ранение алды, мысалы оқ атты, пышақпен еселді, сондай деген нәрселер. Дронды жіберуге болады. Бірақ дрон жібергенмен бұл мысалға нені жасаған, преступление жасаған адам бұны ұстай алмайды. Оны адам ұстау керек, мысалы, біріншіден. То есть технология ұсталмайды, технология осы жерде, мысалы, қол жетімсіз қолданбайды, біріншіден. Екіншіден, адамды тасымалдау жағынан бізде Қазақстанда өкінішке орай қазір ертелеу. Себебі дейтін, бізде связь жағынан көп нәрселер дейтін әлі қатты дамымаған. Мысалы, жаңа дамымаған себебі дейтін, біз аспанда осындай нәрселерді ұшыру үшін өкінішке орай бізде әлі уақыт керек. Меніңше қазіргі мемлекеттің ішіндегі органдар соны айналысып отқан шығар. Бірақ жаңа айта кететін Қытайда мысалға сондай нәрселер дейтін жайлап-жайлап инициативадан процедурада қосылып жатыр. Практикалық тұрғыда. Практикалық тұрғыда өте қатты жақсы. Арабтарды мысалы, Араб Эмираттарының мемлекеттерінде жақсы пайдаланып жатыр. Мына пробка қатысты солардың бәрін оптимизация жасау үшін кішкене ыңғайлы жұмыс, мысалы, жедел жәрдем уақытты меңгерсін деп соның бәрін жасау үшін, меніңше связь жағынан барлық нелер проблема жоқ. Олар уақытымен заявканы алады, телефон 103-ке соққанда олар қабылдайды. Меніңше сол жолдар жағынан Қытайда бір жақсы практика бар. Мысалға, дүйсенбі күні, понедельник, среда, пятница күндері, нечетный день дейміз ғой, нечетный күндері тек қана машиналары нечетный санмен бітетін госномерлер, тек қана сол машиналар жолға шығады. Соның, мысалға, водительдері, жүргізушілері, білмеймін, қалай екен, мысалы, үкіметтің айтуы жағынан, білмеймін сіздер қалай жүресіздер, бірақ автобус бар, мопед бар, велосипед бар, жақсы дамыған метро, соны қолдану міндетсіздер деген сондай талап етіп қойды Қытайда мысалға. Ал мысалы, вторник, четверг, суббота қалған четный днейларды, мысалы, жаңағы понедельник, среда, пятница шыққан, мысалға, нелер, шықпай қалған, то есть шыққан автотранспорттар, мысалы, четныймен бітетін, мысалы, 2-мен бітетін, 6-мен бітетін, 8-мен бітетін, олар ыңғайлы жағынан неге шығады. Есеке, мен сізге бір жаңалық ашайын ба? Пробка бізде ғана бар. Пробка мұны бізде ғана бар Қазақстанда. Басқа мемлекеттердің, кез келген мемлекеттің, тіпті Иранның астанасы Тегеранда 16 миллион қазақ тұрады, азамат тұрады. Кезінде жаңағы Қазақстанның азаматтарымен бірдей болған, бүткіл дүние. 4,5 миллион көлік бар, 4,5 миллион. Жаңағы. Иранның анабасымен, Тегеранның анабасымен мынабасына енді 16 миллион халық тұратын қаланың жартақ сағат уақыт керек. Біріншіден олар светофор пайдаланбайды,
Өйткені поток тоқтатпас үшін. Екіншіден, жаяу жүргіншілердің бәрін жолдың үстіне көпір салып берген. Англияда бірінші, білесіз, енді Лондон 5 кольцоға бөлінген. Сол бірінші кольцодан мен Лондоннан 50 километр жерде тұратын Аберлин деген қалаға, мына жердегі бірінші кольцодағы қонақ үйден ана жерге жарты сағатта бардым. Лондонда 6-7 миллион халық тұрады. 50 километр. Қазір біз мына жерден Астанадан дәл осы мына экспоның үстінен Ерейментауға қарай шығайықшы. Қанша уақытымыз кетеді. Бұл біріншіден логистиканы жеңілдету және жылдамдату, бұл мемлекеттің қолынан келетін ғана іс. Ол біріншіден бұл істі ол не үшін айналысу керек? Халыққа деген құрмет осыдан басталады. Өйткені жаңа тағы да қайталап кететін болсақ, өмір уақыт. Неге біз пробкада уақытымыз жоғалтуымыз керек? Не себепті? Бірақ енді біз жеке адам ретінде жасай алмаймыз ғой. Пропаганда. Мысалға, Европа электромобильге халқын қалай отырғызды? Оның ішінде агрессивный шешімдер де болды. Мысалға, бензинменен электромобиль соғысып қалатын болса, электромобиль кінәлі болатын болса да, бензинді кінәлі қалады. Анау құтылуды. Одан кейін, қаладағы, орталықтағы тұрақтарға электромобильдер ақша төлемейді. Бензиндердің ақшасы 2 есе көбейді. Анау үшін төлейді да. Ол не қылады? Ақырында бар. Мүмкін осындай жаңағындай, ол біріншіден халықтың тәртібін көрсетіп отыр Қытайдағы. Мысалға, айтты ма, жүрме, болды, ол жүрмейді. Екіншіден метро, тіпті ЛРТ, велосипед жүретін жол, сосын көшелердің кеңдігі. Кей кезде таңғаламын, мен Астана бос жерге салынды ғой. Неге осы болашақта осының дамып, бір тағы да бір 2 линиядан әр көшеге қалтырып кетуге неге болмады екен деген. Бізде бұның бәрі себебі неден? Өйткені әлі күнге шейін бізде коммуникация кеңес өкіметінен қалып қойған да. Біз содан шыға алмай жатырмыз. Тіпті Европалардың көшелері бір машина зорға сияды, бірақ пробка болмайды. Себебі, сол кезде сұраған кезде айтты, әр светофордың түбіне жаңағы, енді пробканы жасайтын не ол? Көлік қой. Егер көлік тоқтамай жүретін болса, пробка болмайды, болды, бітті. Енді осыны тоқтатпау мәселесін әр светофордың түбіне Лондонда сол кезде сұралмай мен таң қалып. Қалай мен мына жерден бірінші кольцодан аны 50 шақырым жерге жарты сағатта бардым деп. Қалай? Сол кезде мен 2 түрлі көлік қолдандым. Бірінші көлігім автобустар болды, жаңағы өздерінің қызыл 2 этаж. Екінші көлігім сол жерден жаңағы вокзалдан пойызға отырдым, пойызбен Аберлинге бардым. Болды, бітті. Әр светофордың түбіне математик тұрғызған ғой. Қанша күніне поток машина өтеді? Мысалы, қазір енді осы искусственный интеллект жасай алатын дүние ғой. Сіздер неге жаңағы, мысалы, өздеріңіз вызов жасамайсыздар, мысалы. Давайте сіздерге ең проблема қазір мәңгілік ел ме? Мәңгілік елдің участоктың беріңіздерші, біз есептейік. Осылардың жаңағы светофор 1 секундқа кешігіп жанса, пробкаға себеп болады. 1 секунд ерте жанып қойса, пробкаға себеп болады. Бұның нақты уақытын табу керек. Әр светофордың сол кездегі жұмыс істейтін программасын жасап берген ғой жаңағы математиктер. Ол да дұрыс. Екіншіден, тіпті біздегі қазіргі таңда стоп линиядан ассаң 9.000 теңге бәле болды, 3 машина тұратын жерге келіп тұрып алады, қорқады. Датабы үрейлі халықта. Оларды стоп линиядан өте бер, проблема жоқ. Мысалға саған қызыл жанып тұр, бірақ мына жағында адам жоқ, пешеходтан ешкім жүріп жатқан, бұрылу керек пе, бұрылып кете бер. Мәселе сен пробка жасама. Мәселе сен жолдың артық учаскесін алма. Бізде мысалға, сол жаңағы камералар ана линияға жетпей тұрған машинелердің өзі қаншама машинаның орнын алып тұрады мысалға. Былай қарап отырсаң, бір машина тұрған кезде ол түрікті емес. Бірақ қаланың масштабында бізде мысалға Астананың өзінде жоқ дегенде 400-500 машина жүрген шығар. Әр машина мысалға, әр 50 машинаның біреу жаңағыдай 2 машинаның орнын алатын болса, есепте қаншама машина. Қаншама площадь бостан-босқа тұр. Сондықтан жаңағы искусственный интеллектті бізге массовы біз қазір халық тиімді пайдаланатын тұсын таппай жатырмыз ғой. Мен тағы бір идея ретінде айтып отырмын. Осындай ұсыныспен шығу керек. Давайте біз осыны есептеп көрейік. Мәңгілік елде пробка жасамау. Уже мәңгілік елде пробка кезінде таңертең кешке ғана болушы еді, қазір үздіксіз болатын болды.
Өйткені адам көбейіп жатыр, үй көп салынып жатыр. Үй салынған сайын ол пробка мысалы. Жаңа үй салынды, уже жоқ дегенде бір 500-600 пәтер болатын болса, жоқ дегенде 500-600 машина болды, бітті. Моментально ол. Қазір. Олай болса, жасанды интеллекттің мұнай-газ саласында дамуы туралы қозғалғым келіп тұр. Мысалы, қауіпсіздік жағынан, экология жағынан осы дрондарды мысалға қолдануға болады ма? Қазір уақытта қолданып жатыр мұнай-газ саласында, иә. Тек қана біз ғана емес, басқа да компаниялар мына беспилотниктер қатысты көптеген нені қолданып жатыр. Жалпы беспилотниктер қолдану идеясы қайдан келген? Енді бірінші уақытта бұл аэрофото түсірілім. Біздің мақсатымыз беспилотниктермен жұмыс жасағанда бұл барлық қандай нарушениялар бар, қандай дефекттер бар, барлық өндірістік объектілерде соның бәрін шығару, көрсету кімдерін, біздің клиенттерге, заказчиктерге өзіміздің цифрлық продукцияларымыз арқылы. Бұрын енді нақты айта кететін жақсы бір нелердің бірі, мысалдардың бірі магистралдық трубопроводтар. Мұнай және газ трубопроводтар, соны мысалға көбінесе компаниялар қазір де бар, бірақ көбі азайып кетті. 2021-2022 жылдарға дейін көбі осылардың бәрін обследование, мониторинг жасау үшін мұнай-газ трубопроводтарын вертолет қолданды. Сонымен қарай вертолет қолдану дейтін өте көп оған ақша бөлінеді. Өте көп авиатопливо қолданылады. Адам толып тұр. Мысалға дейтін бір вертолетті 3-4 деген адам жұмыс жасайды. Соның ішінде пилоттар, операторлар, тағы бірдемелер, наземный служба, бөлеке, оларда қосымша бар. Соны былай айтқан ангарын бар еще. Ставканың ішінде бәрі толып тұр. Соған қарай көп біздің ұлттық компаниялар көп деген ақша бөлінеді. Енді беспилотниктардың несі қандай, плюстары қандай? Біріншіден ақша жағынан оған қаражат өте аз бөлінеді. Салыстырмалы түрінде. Себебі дейтін вертолеттер ешкім сатып алмайды. Вертолеттердің бәрін арендаға алады көбі ұлттық компаниялар. Беспилотниктер тап сондай. Бірақ ақшамен салыстырғанда беспилотниктардың ақшасы 10 есе, кейде 100 есе төмен. Ол біріншісі. Екіншісі, авиатопливо көбінесе компаниялар дейтін оған бөлек деген ставканы шығарады. Кейбір компаниялар бар, бөлек шығарады, кейбірлер жоқ, бірақ не болса да ақша шығарылады. Бізде дейтін ешқандай авиатопливо шығару деген бөлек қаражат керек емес өзіміздің немізде, специфика бойынша жұмысымызда. Үшіншіден, жасайтын адамдар қысқартылды. Бізде тек қана 2 адам жұмыс жасайды, пилоттың өзі маршрут қояды, маршрут бойынша жұмысын бәрін жасайды, барлық данныйларды жинайды камера, неден түсірген объектілерді, қасында соның ассистенті болады, көмекшісі. Жай ғана қарап тұрады, жер бойынша қандай қауіпсіздік бар ма жоқ па, мысалға бір полиция, бір басқарма біреу келмесе тексеруге несемесін деп, кедергі болмасын деп біздің пилотқа жұмыс жасатқан кезде, әлде бір жануар келгенде сондай нелер болмасын деп, тек қана қасында болады, страховка ретінде. Сондай көптеген преимущество бар, соны көбі қолданады. Вертолеттар мысалға көбінесе қазір уақытта салыстырғанда енді, көлемі жағынан, протяженность жағынан жақсы не алады, қалай айтқанда. Көп протяженность, ауқымды полностью нені алады, сбор данных алады. Бірақ беспилотниктермен не только сбор данных алады, біз еще ейтін цифрлық продукциялар жаңа айтқанда шығарамыз. Бұның ішінде 3D модельдер, ортофотопландар, сосын дейтін рельефтің цифрлық модельдері, сондай нәрселер шығарамыз. Бұны түсінбейтін адамдарға айта кететінім, бұл цифрлық продукция не үшін керек, кім үшін керек? Қазір уақытта өндірістік жағынан мұнай-газ саласында емес, оны дейтін кадастр жағынан, құрылыс мониторинг жағынан біздің мамандар, сосын және де неге қатысты, үкіметке қатысты көптеген мамандар осы цифрлық продукцияны қолданады. Қандай несімен, мақсатпен? Цифрлық продукция не үшін керек? Мысалы бізде жаңа сіз айтқанда уақытты несі үшін, пайдалы қолдану үшін, біз бір объектке бару үшін қаланың сыртына оның дейтін логистика, уақыт керек, ұйымдастыру керек, оған пробка арқылы уақыт көп кетеді, қаладан шығу, светофорға тұру, сондай уақыт кетеді, 1-2 сағаттық. Сол 2 сағат, 3 сағаттың жеткен бір объектке дейін қаланың сыртында бір облыс жағынан жетіп қарап, осының бір состояниесін көріп, сыртынғы несін фото, видео түсіріп, жарайды, болды, мұның состояниесі осындай деп кетіп қалады. Біздің ұсынысымыз қандай? Жаңа цифрлық модельдермен өзіміз түсіреміз, өзіміз далаға шығамыз,
продукцияны бірнеше километрға дейін, 100 километрға дейін, 500 километрға дейін цифрлық модельдерін өзіміз түсіреміз, оны обрабатывать, өңдеу жасаймыз. Өңдеу жасағаннан кейін заказчикке береміз. Заказчикке, клиентке ешқайда шығу қажет емес. Ешқайда шықпайды, уақытын үнемдейді. Өзі бір жұмыспен айналысады, біз оған серверға загружать етеміз, әлде жесткий дискпен алып келеміз. Жақсы деп біздің немізді қарайды, жұмысымыз қарайды, бағалайды, осыған бір өзінің бір заключениесін береді. Жаңа сұрақ қойған кезімде экология туралы бір қосып кеткен болатын. Сіздер мысалы дрон арқылы мұнай газ саласы, мысалы Атырау облысы дейік, төбеден түсіріп, мысалға ағып кеткен сәттер болады, сондайларды белгілей аласыздар ма, таба аласыздар ма? Мысалға Каспий үстінен немесе жердің үстінен. Техникалық ақауларды. Оларды белгілеу болады, бірақ ол дейтін мына орысша айтқанда полезная нагрузка камераға байланысты. Мысалға сіз жаңа айтып отырсыз, утечка деп тұрсыз. Утечка, мысалға жидкость бар, обычно мына нелерге, мұнай газына сосын дейтін утечка газы бар да, газдарды утечкалар болғанда. Оны бәрін қолдануы болады. Онда да мына несі, оборудованиесі, беспилотниктарға қосылатын несейді әртүрлі. Оны Қазақстанда өкінішке орай шығарылмайды ондай нәрселер. Біз оны дейтін импорттан басқа мемлекеттерден алып келу керекпіз. Қазіргі уақытта брендтердің нелерін айтпай қойын, кейбір ресейлік, кейбір еуропалық және де осы қытайлық компаниялар бар, жақсы не істейтін, жұмыс атқаратын. Бірақ енді біздің нені жұмыс тапсырушы клиентіміз осындай жұмыстарға утечка нефтей дейді, утечка газы дейді, тағы бір нәрселерді бізде талап еткенде, осындай жасағанда біз оларға көрсетеміз. Осындай оборудование бар, біз осындай уақыт алып келеміз, бағамыз осындай болады дегенде, мысалы, өзіміздің бағамызбен қоспағанда, нені оборудование бағасын қосқанда, олар қарапайым сөзбен айтқанда шошиды солардың бағаларын. Сосын дейтін басыртады сондай идеяларын. Қауіпсіз жағынан, экология жағынан бұл нәрсе өте маңызды, керек міндетті түрде. Бірақ кейбір политика бойынша ма, әлде бір кейбір басқа себептермен өзімізде айта алмаймыз. Көбі сондай азаматтық позиция дейді бұны. Позициялар. Азаматтық позиция, мысалға, Европада да, Қытайда да оларды мемлекет қамшымен сабап, сен осыны жаса деп жатқан жоқ. Олардың азаматтық позициясы пайдадан жоғары да. Ол келешек ұрпаққа таза табиғи ортаны қалдыру. Оны текін қалдыру емес, оны қалыптастырып кету. Адам өміріне ыңғайлы қылып. Бізде өкінішке орай варварлық пайдалану. Оны не қылады, ол ақша шығарып, жарайден шықса шықты, ауаға кетіп қалды олай. Оны жаңағы мал ұштау, адам ұштау анша емес. Сондықтан бізде енді азаматтық позиция неден қалыптасады, ол жаңағы экологиялық мәдениеттен. Біз тіпті жаңағы пайдаланған затымызды мусорға апарып тастап жүрміз, арнайы орынға. Енді жапондықтар өздерінің тазалығымен, тәртібімен таңғалдырып жатады ғой, мысалы, кез келген спорттық шоуларда кейінгі жапондықтардың өздерінен кейінгі тастап кету, тазалап кету. Мысалы, жақында бір жолдасымыз тоже Жапонияға барып келді. Әдейі дейді, 200 орын дұрыс тазаламай кетіп қалдым дейді. Сонда көрші жапон келіп, дастарханда отырған көрші жапон мені танымайды дейді, келіп менің орнымнан тазалап кетіп жатыр дейді. Бұл экологиялық және тазалық тәртіптің мәдениетінің шыңы. Бұл бізде қалыптаспаған. Мен жаңағы айтып отырмыз, көшеде кептелісті келеді, өзің шаршап отырған бір бөлек, алдыңдағы адам есігін ашып түкіре салу бір бөлек. Бұндай енді бұл жай қарапайым адам істеп жатқан дүниені үлкен неде. Сондықтан менің ойымша шынында да бізде жасанды интеллектті пайдалану бағдарламасын сіздер жасамасаңыздар, мемлекет біреуден көшіріп жасай салады. Ол көшіріп жасаған бізге адаптация, өмір сүрмеуі мүмкін, өмір жеңіл болмауы мүмкін. Өйткені ол біздің ұлттық менталитетті, регионалдық менталитетті, экологиялық табиғи мүмкіндігімізді толық қамтымайды. Мысалға, олардың заңы болмаса ойын тәртібі мәдени орта қалыптасқан жерге болуы мүмкін. Бізде ол ертең жұмыс істемей қалуы мүмкін. Сондықтан сіздерде болу керек. Сіздерден осы ұсыныс шығу керек. Бізге жасанды интеллектті мемлекетті дамыту үшін бірінші жұмыс, мектепте міндетті түрде жасанды интеллектті оқытуымыз керек. Мысалға, екінші міндетті түрде біз жаппай халық ортасында
мәдениет, экологиялық мәдениет, жаңағы технологиялық мәдениетті дамытуымыз керек. Ол жерде тек қана бір-екі адам шығып, жаңағы подкаст түсіріп, болмаса спикер жоқ. Міндетті түрде мемлекеттік бағдарлама телеарналар бар ма? Солар өздерінің күнделікті апталық бағдарламасына 2 сағат, 3 сағат бөлу керек. Кешке шейін жаңағы түріктердің сериалын көрсете бермей. Бізде ақпарат жүйесі, адамзаттың ойлануын өзгертуге келмей, қазір бізде тек қана қызығушылық ақпарат қой. Концерт, Тұрсынбек Қабатов, түріктің сериалы, спорт. Ал маман қайда, экология қайда, білім қайда, технология қайда. Сондықтан бұл Исеке, сізбен біздің атқаратын жұмысымыз. Біз міндетті түрде өзіміз, біз енді президентке айта беру самөк күтті ғой, президент емес, бірақ ең ұрғанда осындай тұстан, бізге көңіл бөліңдер. Өзіміздің ортамызды өзгерту керек. Бір орта қалыптастырып барып, сосын айтамыз, міне біз осындай орта қалыптастырып алдық. Сондықтан менің ойымша шынында да жасанды интеллектпен айналысып жатқан азаматтардың бәрін басын қосып, шынында да осыны талқылап бір үлкен құжат дайындауымыз керек шығар. Себебі қараңызшы, бір кішкене бір сағаттың төңірегінде біз жасанды интеллекттің осы қашан халық ойламай келген қаншама тұсын айтып жатырмыз. Оған өте пайдалы. Тіпті сол пробкадан бастап ауру адам, әрине қазір технологиялық тұрғыда шешілмейтін мәселе шығар енді, заң тұр. Бірақ біз түбінде осыған келеміз. Егер біз Исеке, осыны қазір біз жасамасақ, ертең біз мынандай әңгіме айтамыз. Біздің нарықты жасанды интеллект бойынша Қытай экспансия жасап жатыр, Европа экспансия жасап жатыр. Біздің мамандар қайда? Ертең тіпті олар жаңағы өздерінің жасанды интеллекттің ең қауіпті тұсы неде? Егер біз өзіміз жаңағы сіз айтып отырған геоданныйларды өзіміз түсіріп, өзіміз жинамайтын болсақ, басқа мемлекет түсетін болса, это открытый шпионаж. Ұлттық қауіпсіздік. Әрине. Олай болса, подкастымыздың соңына келген секілдіміз. 29 тамыз күні Атырау қаласында бізде осы жасанды интеллекттің дамуы кәсіпкерлерге беретін мүмкіндігі мұнай-газ саласында атты подкаст форумымыз болады. Соған орай сіздерді күтеміз асыға. Егер де жасанды интеллект саласында жұмыс істейтін мамандарымыз, компанияларымыз бар болса, сіздерді де асыға күтеміз. Ол болса Рашид Қасенұлы, Иса мырза, рахмет сіздерге. Бүгінгі подкаст жасанды интеллект бұл тек бастамасы деп үміттенемін. Ары қарай бұл инициатива, осы жерде айтылған ұсыныстар үкіметке, мысалға жеке кәсіпкерлердің құлағына жетіп, ары қарай дамиды деген үміттемін. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Қызық болды. Талқылайтын нәрсе әлі бар. Жетпей қалды. Жетпей қалған сияқты,